Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез деп Ұлы Абай айтқандай, ұстаз әрқашан ізгілік пен ілімді алға қоятын тұлға. Ұрпақ тәрбиелеу жауапты әрі күрделі міндет. Тәрбие сапалы білімнің негізгі арқауы. Сол себептен саналы ұрпақ тәрбиелеу жолында аянбай еңбек етудемін. Жеңіске жетелер жетістіктерім біздің оқушыларымызға альфа ұрпақпен үндесе отырып жұмыс жасау мақсатында облыстық жастар кеңесіне мүшесі ретінде қабылданып, белсенділігімді арттырдым. Жаңақорғаннан бастап Арал ауданына дейін оқыту семинарын Арал балалары қайырымдылық қоғамдық қорының пилоттық жобасы аясында әлеуметтік педагог мамандарына әдістемелік көмек бердім. Қызылорда облысы бойынша үздік әлеуметтік педагог жеңімпазы атандым. Шығармашыл ұстаздардың тәжірибе алаңына барып, біліктілікпен алмасып, бірінші дәрежелі дипломмен марапатталдым. Педагогтер съезінің ұйымдастырылуына қосқан үлесім үшін облыстық алғыс хатын иелендім. Әділетті Қазақстан, сапалы білім, адал ұрпақ, табысты ұлт тақырыбында өткен тамыз кеңесінде мазмұнды баяндама жасадым. Жеке тұлғаның қалыптасу жолында білім мен дағдымды арттыру мақсатында мектепте жүргізілетін тәрбие жұмыстарының формалары мен әдістері тақырыбында әдістемелік құралым жарыққа шығып, қала және облыс мектептерінің тәрбие мамандарының тәжірибесінен өтуде. Сонымен қатар ізденіс жұмысым жазғы сауықтыру лагері қызметінде балалар демалысын ұйымдастырудың инновациялық ерекшеліктері тақырыбында облыстық ғылыми тәжірибелік конференцияның жинағына енді. Тәрбие бағытындағы аталмыш еңбектердің арқасында сертификатқа ие болдым және тағы басқа алған білімім мен біліктілігімді арттыра отырып, соның нәтижесінде білім алушылардың арасында құқық бұзушылықтың болмауы, суицидтің орын алмауы, жасөспірім қыз балалардың ерте жүктілікпен аты шықпағандығы дәлел. Біртұтас тәрбие бағдарламасының өзіндік ерекшелігі 9 айға 9 іс-шара, 4.90-ға 4 өнер жобасымен бірге ата-анамен жұмысты, яғни педагогикалық қолдау орталығы ашылды. Ата-анамен жұмыс жүргізудің инновациялық бағыты ретінде Google Диск платформасы арқылы онлайн сауалнамалар алынып, ата-аналардың қызығушылығына орай қоғамдық бірлестіктер, сала мамандары шақырылып, тем-билдингтер, тренингтер жүргізілді. Ұлттық құндылықтарды бала бойына сіңіру үшін шығармашылық, пәндік, спорттық үйірмелермен оқушыларымыз қамтылуда. Үйірмелердің нәтижесінде мектеп мақтанышы, ерекше орны бар шәкіртіміз, алтын белгі иегері, шахматтан әлемнің 3 дүркін чемпионы Серікбай Әсел Италия елінде әлем чемпионатында гроссмейстер атағын қорғап шықты. Мұғалімдердің оқушыларға деген тәрбие сапасын арттыруға сала мамандарымен бірге семинар, коучинг, тренингтер өткізілуде. Белсенді тәрбие жұмысы арқылы оқушылардың бойындағы құндылықтарды қалыптастыруда ерекше назар аудара отырып, оқуға құштар мектеп жобасы, мектеп парламенті, жүрген жастар дебат қозғалысы, мектеп театр жобасы аясында оқушылардың тұлға болып қалыптасуына септігін тигізуде. Сонымен қатар патриоттық, жас ұлан, жас қыран, жас сарбаз қозғалыстары волонтерлық тәрбие бағытындағы жұмыстар жүргізілуде. Мектепті білімнің тірегі десек, ал мұғалім сол мектептің жүрегі. Яғни осы мамандық иелерінің қолында адам тағдыры, жас ұрпақтың тәрбиесі тұр. Ұрпақ тәрбиелеу жолында үздіксіз ізденіс, жұмысыма деген адалдық, үлкен жауапкершілік басты менің міндетім.